Ал достар, қайырлы кеш, қалдарыңыз қалай? Сәуле ханым, Қарлығаш, қалайсыздар? Қалай қалдарыңыз? Сәлем, сәлем, сәлем. Эльвирка, қалайсың? Анара, сәлем. Даусым қалай естіліп тұр, бейнем қалай көрініп тұр, қосу белгісін қойып жіберсеңіздер. Шолпан 8978 Ақтаудан сәлем дейді. Даусым жақсы естіліп тұр ма? Бейнем жақсы көрініп тұр ма? Қосу белгісін қоя қойыңыздаршы. Кеш жарық, кеш жарық. Мінеке қымбатты достар, Алланың қалауымен сіздердің орталарыңызға оралдым. Қазақта сөз бар ғой, ауырып тұрдым, аунап тұрдым деп. Тамағым ауырып, біраз эфирге шықпай қалдым. Сағындыңыздар ма? Қалайсыздар, аман есенсіздер ма? Жағдайларыңыз қалай? Не жаңалық, не тіршілік жасап жатсыздар? Талдықорғаннан сәлем дейді. Сәлем, сәлем, Шолпан. Ал қыздар, маған жаңадан қосылған оқырман бар ма екен, біле отырайық. Сізді көргенімізге қуаныштымыз дейді. Мен де қуаныштымын. Сіздердің орталарыңызға оралғаныма, аман есен сіздерге қайтып келгеніме, сіздерді сағынғаныма, сіздердің менің өмірімде бар болғандарыңызға ризамын, қуаныштымын. Сізді жоғалтып алдым дейді. Айна, мені жоғалтқан жоқсыздар. Мен просто тамағым ауырып, тамағым на голосовой связкаларымнан вообще даусым шықпай қалды. О, какие люди в эфире, дейді. Ақжарқын. Ауырмаңыз дейді. Аллаға шүкір, Алланың арқасында қайтып өздеріңізге оралдым. Қуаныштымын, қуаныштымын. Мен де қуаныштымын. Барлықтарыңыз үшін қуаныштымын. Мен мына тамағымда кәдімгідей қазіргі мына жүріп жатқан вирус бар ғой, әркімге әртүрлі әсер етіп жатыр. Менің тамағымды, голосовой связкаларымды нетпей қойды. Прям сөйлеттірмей, даусым шықпай қалды. Эфирге шығайын деген желанием болса да шықпай қалды. Сізді апайсам мына жақта тұрсыз ғой дейді. Қандай ем қолдандыңыз? Жалпы менің түсінгенім, мына қазіргі вирус өте қиын вирус болып жатыр екен. Дәрігерлермен ақылдаса отырып, сөйлесе отырып, азитромицин деген мындай 3 талғана таблетка бар екен ғой, азитромицин деген 600 деген жазуы бар сыртында. Өте күшті помогать етеді екен, бірден басады. Мен ең басында ауырған кезде ойбай тамағым ауырып қалды деп пачка терафлю іштім, пачка инста чай, андай чай бар ғой, инсти чай іштім, ойбай НЛ-дің продукцияларын іштім, биодронды да іштім, чайларын да іштім, бәрін іштім. Бірақ дым бой бермей қойған кезде ғана барып мен дәрігерге жолықтым. Сонда дәрігер азитромицин деген 3 талғана таблетканы берді. Көп системалар алдым, оның алдындағы дәрігерлердің назначениесі. Көп системалар болды, қолдар болды. Олардың ешқайсысы помогать етпей, именно сол азитромицин деген дәрі маған күшті көмектесті. Содан кейін білесіздер ме, мен ауырып жатқан кезде менің айналамдағы подругаларым, жақын туыстарым бәрі ауырып бастады. Солардың бәріне азитромицинді айттым. Азитромицин, бай тездетіп азитромицин ішіңдер, сразу тез қайтады деп. Шынымен де тез қайтты. Мен өзім ғана ауырып қана қоймай, мен балаларыма жұғып кетті, балаларым ауырды. Үлкен ұлым ауырды, кіші ұлым ауырды. Соларға да сол азитромицин. Мысалы, кіші ұлым ауырып бастап келе жатқан кезде азитромицин бердім, бірден жақсы болды. Коронавирус болдыңыз ба? Жоқ, коронаға тексерілдім, ПЦР-да тексердім, КТ-ға да түстім, бәрінен аман. Просто мына вирус менің тамағымнан ұстап қалды. Шынымен де қыздар, басты байлық, денсаулық дегенді ауырған кезде білеміз, денің сау болмаса, инстаграмда керек болмай қалды ғой. Сіздерді сағындым, сіздерді көргім келді, сіздермен сөйлескім келді. Бірақ мынандай даусың жоқ болып тұрса қалай шығасың?
шыға алмадым. Оның үстіне мамандардың айтуы бойынша тамақ бітіп қалады ғой, мына голосовой связка атикати етіп сөйлей алмай қаласың ғой. Сол кезде даже сыбырлап сөйлеген ол вредно болады екен. Мен енді өздеріңіз білесіздер, менің дауысым әдемі дауыс, менің дауысыма бүкіл Қазақстанға шық деп қойсам, сол дауыстың әдемілігі құрмас үшін тамағыңыз ауырған кезде көп сөйлемеуге тырысу керек. Біз ана сыбырлап, ой тамағым ұстап тұр деп сөйлей береміз ғой, көп сөйлемеуге тырысу керек екен. Азитромицин. Қыздар, азитромицин 3 ақтал таблетка, күніне біреу ішесіздер. Енді өздеріңіздің денсаулықтарыңызға қарап, дәрігермен ақылдасып барып ішіңіздер. Мен дәрігер емеспін, просто мен өзіме қолданғанды айтып жатырмын да. Германиядан сағынышты сәлем дейді. Одан кейін ингиверин ішіңіз дейді. Енді қалғанын кенжеш, қалған бір Аллаға тапсырдым. Мен дәрі ішкенді жек көретін адаммын, вообще дәрі ішпейтін адаммын. Біздің үйде бұрында, қазір енді келіндер бар, неше түрлі дәрі алатын болды. Бұрын келіндерді алмай тұрған кезде біздің үйде бір-ақ дәрі болатын, цитрамон ғана болатын. Мен басым ауырған кезде цитрамонды бүтіндей емес, сындырып жартысын ғана ішетін адам болатынмын. Вообще үйге дәрі деген нәрсені жек көремін. Неге екенін білмеймін. Білмеймін, даже білемін да неге екенін. Өйткені мамам өмір бойы больницада жұмыс істеген. Біздің үйде дәріден көп нәрсе жоқ болатын. Мамам жоқ кезде мен лақтырып жіберетінмін оның бәрін. Кішкене бір жеріміз ауырса дәріні пөчкетете береді, мынаны іш, ананы іш, мына уколды салам деп әбден жүрегім шайлығып кеткен. Мен өзім балаларыма бірінші Алла, екінші вообще мен дәрі бермей өсірдім. Укол салдырмай өсірдім. Өзім укол дәрі дегенді вообще ұнатпаймын. Ал енді ауырған кезде амалсыздан ішуге тура келді. Ал қыздар, барлықтарыңызға мен сізбін деп айтқым келеді. Сонымен бірге сіздермен отырып, қайран күндерім ай, Дәулет ханым техникасын жасаған қайран күндерім ай, сол күндерімді сағындым. Барлығымыз осы потокта отырып, Дәулет ханым техникасын жасайық. Барлықтарыңызға денсаулық тілеймін. Аллам ауыртпасын, отбасыларыңыз аман есен болсын, ауырсаңыздар да жеңілінен берсін. Мынау енді көппен көрген ұлы той деп, мен де сол вирусты жұқтырып, ақыр аяғында міне алдарыңызда отырмын, енді аман есен. Менің сезімдерім махаббатпен сезіледі. Менің сезімдерім махаббатпен сезіледі. Менің сезімдерім махаббатпен сезіледі. Менің айтқан әрбір сөзім сіздерге махаббатпен айтылады. Менің айтқан әрбір сөзім махаббатпен айтылады. Менің айтқан сөздерім махаббатпен айтылады. Менің ойлаған ойларым махаббатпен ойланады. Менің ойлаған ойларым махаббатпен ойланады. Менің ойлаған ойларым махаббатпен ойланады. Менің алған білімім махаббатпен алынады. Менің алған білімім махаббатпен алынады. Менің алған білімім махаббатпен алынады. Жандарым, сол жүректерім менің. Мен сізбін. Барлықтарыңызды жақсы көрем. Құшақтадым, беттеріңізден сүйдім. Бір Аллаға тапсырдым. Өзімнің әппақ жаулығымды жаптым. Ешқандай ауру сіздерге жоламасын, жаманшылық жоламасын. Бір Аллаға тапсырдым барлықтарыңызды. Ал енді қымбатты қыздар, жүдеп кетіпсіз дейді. Қыздар, жүдеген жоқпын. Просто мен өмірім мынандай темный цвет киім кимеймін ғой. Мынау новый бір көйлек алып едім. Соны киіп отырмын, сол жүдеген сияқты көрсетіп тұрған шығар. Жүдеген жоқпын, қыздар. Вообще 1 грамда азған жоқпын. Весыға, таразыға тартылып тұрдым, 1 грамда азған жоқпын. Бәрі жақсы менде. Просто тамағым, голосовой связкам шықпай қалғаны болмаса, бәрі керемет, бәрі менде тамаша. Алла менің жағдайымды жасап қойған, Алла менің бүкіл әрбір күнімді әдемі қып, өмірге ғашық қып қойған мені. Өмірді сүйем, өмірге ғашық жанмын. Өмірге ғашық жан деген кім ол? Ол өзін толыққанды танитын адам. Сіз танисыз ба өзіңізді? Сіз танисыз ба? Сізге не керек екенін, сізге мына өмірде сізге не ләззат әкелетінін, сіз нені қалайтыныңызды, өзіңіздің ішкі жан дүниеңізге үңіліп көрдіңіз ба? Сол менің ішкі жан дүниеме үңілу процесі, білесіздер ме, қай кезде басталды? Осы жас келін кезімде бүйтіп ойланып отырсам, мен мынандай адам екенмін да, қолымдағының бәрін бере берем.
мысалы сиырым болса сиырымды берем, жылқым болса жылқымды берем, ақшам болса ақшамды берем, тамағым болса тамағымды берем. Соңында өзіме қалмай қалады да, өзімнің жағдайым оңып тұрған жоқ, елдің жағдайын жасап жүрем да. Сол кезден беріп қоясың, қолыңдағы барды бересің, артынан кейін ойланасың. Неге мен беріп жібердім? Артынан кейін ана қазақпыз ғой. Ой, сол кезде мен сөйтіп көмектескен кезде, менің басыма күн туған кезде көмектеспеді, мен үйтіп берген болатынмын, мен сөйтіп берген болатынмын деген ойлар менде де болған ондай ойлар. Сол кезде мен ойлана бастадым. Неге? Енді ол кезде психологияны зерттеп жүрген кезім, ойлана бастадым. Неге мен сондаймын? Олар менің қолымнан жұлып әкеткен жоқ қой, мен өзім бердім ғой. Енді неге мен қиналамын деген кезде, психологический анализ жасау өте күрделі процесс, бірақ күшті да. Өзіңді танисың. Өзіңді таныған кезде мына өмір вообще 180 градусқа өзгереді. Сонымен мен өзіме анализ жасап бастаған кезде мына бір жағдай менің есіме түсті. Мен кішкентай бала кезімде былай істейтінмін. Подругаларымды, олардың үйіне барғым келмейтін, подругаларымды өзімнің үйіме шақырғанды жақсы көретім. Біздің үйге қонышы, немесе мен саған ананы берем, мен саған мынаны берем деп, внимание, олардың вниманиесін үйге сыйлық беру арқылы әкеліп, үйге әкеп отырғызып, солардың вниманиесін солай алатынмын. Енді анализ жасаған кезде менің түсінгенім, мен өзім туралы, қыздар, сіздер туралы айтып отырған жоқпын, өзім туралы айтып жатырмын. Сонда менің түсінгенім, 2 жасында әкем қайтыс болып кетті, 2 жасында әкем қайтыс болып кетті. Енді анам сол бізді өсірем деп, біздің тамағымыз тоқ болсын, киіміз көк болсын деп, анам күні түні жұмыс жасады. Күні түні жұмыста болды, ақша жасау, яғни материалдық құндылық ол кісіде жоғары тұрып кетті. Осыларды қалай жеткізем, қалай өсірем, қалай жағдайларын жасаймын деген оймен солай жүрді. Сонда әкенің вниманиесі жоқ, ол кісі өліп қалды ғой енді. Ананың вниманиесі тоже аз. Суткалап, тәуліктеп жұмыста. Сонда ата-ананың вниманиесі аз болғаннан кейін кішкентай Құралай өзінің подружкаларынан сол ата-анасының вниманиесін іздеп, ата-анасынан ала алмағаннан кейін подружкаларын үйге подарок беріп шақыру. Мамамның жайып қоятын құрты бар болатын. Құртты кәдімгідей мынандай 4 бұрышты марляны кесіп алатын да, қатықты сүзіп, кәдімгідей ана марляға салып, бүйтіп, ана неге чатырға бүйтіп еліп тізіп қоятын. Соның барлығын оқтаумен бүйтіп түсіріп алатынмын да, мамамның жаңағы жайған құрты өте дәмді болатын. Ал біздің көршілеріміздің мамалары жаймайтын өйтіп құрт. Сиырды мамам 2-3 сиыр сауғызатын маған. Мен сауатымын ол сиырдың бәрін. 2-ші класстан бастап тамақ жасадым, 3-ші класстан бастап сиыр саудым. Сонда сол мен сауған сиырдың сүті үйде оны ішетін адамда жоқ. Мысалы, інім екеуміз, кәрі кемпір апамыз бар, әжеміз немене ішіп жібереді де, сол кезде сүтті сатпайды ешкім. Сол ылқылдаған сүттің барлығын ашытып, үйітіп, оны қатық қып, оны қатықты сүзіп, құрт жаятын да. Сол құртты бүйтіп бөліп қоятын. Енді ілген кезде ол сырты біріншіден таза болсын дейді, екіншіден ана тез кепсін деп сөйтіп іліп қоятын шатырға. Соны мен оқтауды алып баратынмын да, бүйтіп түсіріп алып, ана құртты берем деп көрші қыздарды шақырып алатынмын үйге. Мен саған келіп менімен ойнасаң құрт берем, менің жанымда отырсаң құрт берем, сен біздің үйге келсең құрт берем, кәмпит берем деп үйдегі кәмпитті берем, әйтеуір ойыншықтарымды берем, сөйтіп жүретінмін. Сөйтсем оның бәрі түпкі тамыры менің психологиямда жатыр екен. Әкем қайтыс болған, анамның маған көңіл бөлетін уақыты жоқ, сонда вниманиені әке шешеден ала алмаған вниманиені басқалардан алып жүрген кішкентай кезімде. Енді ол менде бағдарлама болып қалыптасқан. Ересек өмірде қолымда өзімде қалмаса да, өзімде болмаса да, елге беруге мастер болған ғой. Елге бересің, бірақ жүрегің ауырады. Өзіңе де керек. Міне сол кезде мен осы жан дүниеме осылай анализ жасап, өзімді танып бастаған кезде мен жолсыз қалай болса солай қолымдағыны шашпайтын болдым. Біреудің көңіліне қарап, біреу үшін өмір сүрмейтін болдым. Мен өзіме не керек екенін түсіне бастадым. Сіз өзімді зерттедім, өзімді таныдым. Ал сізші өзіңізді зерттеп көрдіңіз ба? Осы миллиондаған нелерге, марафондарға қатысасыздар, миллиондаған курстарға қатысасыздар. Оны өткізіп жатқан маман ба, маман емес па, шаруаларыңыз жоқ, арзан болса әйтеуір бас салып жазылып аласыздар.
Сіз өзіңіз таптыңыз ба? Жарайды, қатысу керек қой. Жарайды, бопты. Жаңағы кейбір адамдар бар, маманы болмаса да маманнан да мықты беретін адамдар бар. Кейбір адамдар бар, маманы болып тұрып бере алмайтын адамдар бар. Кейбір адамдар бар, жаңағы психологияға дым қатысы жоқ, әйтеуір өткізіп жататын адамдар бар. Қай жолмен психологияға келсеңіздер де, сіз өзіңіз таба алдыңыз ба? Өзіңізді зерттей алдыңыз ба? Не үшін сіздің өміріңіздегі болып жатқан? Мысалы, сіздер қалай ойлайсыздар? Маған консультацияға келген адамдардың көбі қалай сәтті тұрмысқа шыға аламын? Яғни, удачно как выйти замуж дейді. Немесе қалай мен бизнесті керемет қып бастап кетсем екен, қалай мен бастаған бизнесім жүріп кеткенін қалаймын, қалай жүргізіп жіберсем екен, немесе қалай мен социумда, яғни қоғамда өз орнымды тапсам екен, сол жерде қалай беделді болсам екен деген сияқты сұрақтарды қояды. Одан кейінгі тағы да қоятын сұрақ, қарым-қатынаста баламмен, байыммен, ата-енеммен, тіпті өзімнің әке-шешеммен, мен бауырларыммен қалай қарым-қатынасымды жақсартсам болады? Қалай мен солармен арамызда бір махаббат орнатсам екен? Қандай бір гармонияда өмір сүрсем болады, Құралай ханым деп айтады да, менен сұрайды. Сондағы менің айтатыным, сіз ең бірінші өзіңізді таныңыз. Өзің тану, өзімен жұмыс істеу, ол өте глобальный, кропотливый жұмыс. Міне мен көптен бері сіздерге айтқалы жүрген, сіздерге обещать етіп жүрген сабағымды өз-өзіңе психолог бол, яғни өзіңді таны деген сабақты психологияның ешкім білмейтін құпиялары мен фишкаларын өзім ғана, мысалы, консультацияда адамдарға беріп жүрген, өзімнің жаңағы жеке кеңесіме келіп өмірін өзгертіп жүрген адамдарға берген 26 жылдың соғын, сорпасының майын прям қалқып тұрып қаймағын сіздерге бергім келіп отыр. Онлайн түрде үйде отырып ақ білім аласыздар. Небәрі 2990 теңгеге. 2990 теңгеге 3-і, 4-і, 5-і, 3 күн бойы мен сіздерге керемет сабақ өткім келіп тұр. Өз-өзіңе психолог бол. Яғни психологияның фишкалары мен құпиялары. Өзіңді таны. Қалай түсінгіңіз келеді, солай түсініңіз. Любой проблеманы шешу үшін бірінші өзіңді тану керексің. Бірінші өзіңді түсіну керексің. Шынымен саған не керек екенін сезіну керексің. Неге мынандай, мысалы, біреулер жаңағы өзінің жүрегінің қалауындағы жұмысты тапқысы келеді да, ай сайын жұмыс ауыстырады. Ананы істеп көреді, мынаны істеп көреді, бір жыл ананы істеп көреді, екінші жыл мынаны істеп көреді. Нәтиже шықпайды. Немесе тұрмысқа шығады. Нәтиже шығара алмайды да ажырасып кетеді. Екінші рет тұрмысқа шығады. Нәтиже шығара алмайды да тағы да ажырасудан ұялып жүреді. Немесе өзіне не керек екенін түсінбей, өзіне керек нәрсені қарызға алып алғысы келеді да кредитке басын тығады. Бір кредит алады, екінші кредит алады, үшінші кредит алады, сөйтеді да ана шырғаланған, ана неден болотадан шыға алмай қалады. Шырғаланға түседі, басының бәрі паутина болады, шырмалған шырмауықтың арасында қалады ғой. Немесе биткісі келеді. Қалай мен күйеуім мені тыңдайды, қалай мен күйеуіме өзімнің қалағанымды айтып жеткізе аламын, қалай мен күйеуім менің айтқаныммен жүргенін қалаймын деген сөздерді естиміз, сөйтіп айтады. Сіз күйеу тұрмақ балаңызды тыңдата алмай отырып, сіз өзіңізбен жұмыс жасамай, күйеу емес, өзіңнен шыққан, өзіңнің ана жүрегіңнен шыққан балаңның өзі тыңдамай отырса, қалай сен күйеуді тыңдатасың? Неге тыңдамайды? Бала неге тыңдамайды? Өйткені балаға жеткізудің техникаларын білмейсіздер. Жалпы мына айналаңыздағы араласқан адамдармен сөйлесудің техникаларын білмейсіздер. Ол нені қалап тұр? Оған қалай жеткізуді білмейсіздер. Оған жүрегіне жол табуды білмейсіздер. Мына психология арқылы бірінші өзіңізге жол табуды үйрететін, одан кейін айналаңдағы адамдардың жүрегіне жол табуды үйретіп, өзіңді таныған кезде, айналадағы адамдармен қарым-қатынас жасаудан профессионалға айналған кезде, сіздің бизнесіңіз де жүреді, сіздің шыққалы жүрген күйеуіңіз де өз жолымен алдыңызға келіп түседі, бастағалы жүрген бизнесіңіз де басталады. Сол үшін қыздар, ең бірінші өзімізге жол ашайық. Ең бірінші өзімізге қаратай жол тартайық, өзімізді зерттейік, өзімізді танайық. Егер өздеріңізді танығыларыңыз келсе, өздеріңізбен усердно жұмысты анау түбінен бастап, яғни мына үй салған кезде фундаментін құямыз ғой. Фундаментінен бастап бері қаратай реттеп капитальный ремонт жасағыларыңыз келсе, 4-і, 5-і, 6-сы өз-өзіңе психолог бол, немесе өзіңді таны, немесе психологияның фишкалары мен техникалары деген 3 күндік сабаққа сіздерді шақырамын. 3 күндік сабақ.
Онлайн консультация қанша? Қыздар, онлайн консультация менде 150 мың теңге бір сағаты. Ал енді сол сіз онлайн консультацияға келгеннен гөрі именно осы курсқа қатысатын болсаңыз, сол 150 мың теңгелік консультацияда беріп жүрген фишкаларым мен техникаларым, практикаларымды мен сіздерге беретін боламын. Менде курс көп, менде марафон көп, менде онлайн сабақтар өте көп. Бірақ осы жолға айтатын нәрсем еш жерде айтылмағанды айтамын. Сабақ офлайн бола ма? Жоқ, онлайн болады. Ал енді қыздар, бүгін бізде Дәулет ханым курсы аяқталып жатыр. Дәулет ханым курсына қосылған қыздарды соңына дейін аман-есен кетулеріңізбен құттықтаймын, жандарым. Сол именно Дәулет осы аяқталған Дәулет ханым курсына қатысқан қыздарға армандар алгоритмі сабағы 3,5 мың теңгеден тіркелу мүмкіндіктеріңіз бар. Тек қана Дәулет ханымға қатысқандар. Сол мүмкіндіктеріңді пайдаланыңыздар. Ал енді 28 күн бойы менімен бірге болдыңыздар. Менің кураторларыммен бірге болдыңыздар. Алған нәтижелеріңізді, кто смелая, кто вот прям мен айтам дегендеріңізді мен сіздерге шығарайын. Сабақтың бағасы 3 күндік сабақ 2990 теңге. 3 күндік өз-өзіңе психолог бол сабағы. Кім шығады, қыздар? Сабақ сіздерде сақталып тұрады. 3 күндік сабақты уақытында көре алмасам қайтем дегендер үшін 1 апта сақталып тұрады. Қыздар, 1 апта. 1 апта көре алмаған адам ол 2-ші аптада да көре алмайды. Сондықтан 1 апта сақтап қоям. Мен сізге запрос жібердім. Сәлеметсіз. Қалыңыз қалай, Құралай ханым? Жақсы, жаным. Гүлмира. Қалай? Гүлмира. Сізге 2 рет офлайнға бардым мен. Сізді қатты қуаныштым, сізді қайтардан көріп отырғаным. Жаным, сол. Қай кезде келіп едіңіз? Январда ма, февраль сондайда келгем. Сізге 2 рет бардым. Өте, ең бірінші Аллаға рахмет. Ой, тұрмыз өзгеріп вспомнила. Өзгеріп кеттім, вспомнила. Жаным, сол. Соны айтып отырмын ғой. Өсіріп жатырмын шашымды. Шашымды өсірген. Сол 2 рет бардым сізге, одан кейін менің өмірім күрт өзгерді. Түрінен ақ байқалып тұрған шығар. Қуаныштымын, жаным, қуаныштымын. Сізге өте ризамын. Осылай бірінші Аллаға сізбен кездестіргеніне рахмет айтамын. Екіншіден өмірімді рет-ретмен келтіріп бергеніне, өз-өзімді тапқаныма. Вот, өзіңіз изучать етіп бастадыңыз ғой, маған келіп бастағаннан. Бәрі айтады ғой, қасымдағылардың бәрі айтады, өзгеріп кетіпсің дейді. Сен сөйлеген сөзің де, жаңағы балалармен қарым-қатынасың да, жігітімнің өзінің де жаңағы сөйлескен дастархан басында отырсақ та әңгіме айтып, менен несіне жаңағы сұраған сұрақтарына жауап беріп, әңгімелесіп, келісіп бір-бірімізбен өте ризамын. Мен бақытты әйелмін, Дәулетті ханымға айналдым деп. Сіздің арқаңызда. Күшті, қандай керемет, қуаныштымын. Офлайнға қатысқаннан кейін, 2 айдан кейін ба, мені Дәулетті ханым деп Шолпан ханымнан жаңағы сертификат алып жатыр. Соның менде арманым болып жүрген Дәулет ханымға қатыссам екен деп. Сол Шолпан ханымның сіздердің Дәулет ханым курсына қатысып, осы 21 картошканы бәрін арқалап, өкпелеген нелерімді артқа тастап, бәрін енді күліп қана жүруді нәсіп етіп отырмын. Сондай болып отырмын сіздердің арқаларыңызда. Жаңағы терапиядан өтеді ғой, мен консультацияма келгендерде, менің курстарыма қатысқандарда кәдімгідей терапия болады ғой, психологтың терапиясы болады, Енді қазір әр балам да, жігітім де жолға жүріп барса, жаңа сіздің ақжаулық техникасында жамылдырып,
Аллаға риза. Түнде менің ұлым сағат 3:30-ға шейін мал бағады ғой, түнде жылқыны бағады. Енді 11-ші сынып қой, атасына, әкесіне, әжесіне көмектесіп жүр ғой. Сонда түнгі 3:30-ға шейін ұйықтамайсың, жаңағы сіздің ақжаулық техникасын жамылдырып жіберемін, аман есен үйге келеді. Жігітімді де ақжаулық техникасын жамылдырсам, аман есен үйге келеді. В душе спокойно стало мне. Тыныштық, жүрегім тынышталып, денсаулығым да жақсарып, керемет болып отыр. Қыздар сұрап жатыр, қалай өзгердіңіз айтыңызшы дейді. Қыздар айтып жатыр ғой уже. Маған консультацияға да келген, сабақтарыма қатысқан. Оффлайнға да қатыстым. Құралай ханымның күнделігіне мен күнде жазып жүрмін. Кітабын де алып, осы кітабын оқып, Алланың міне 99 есімін дәптерімне де жазып жүрмін. Алладан кешірім техникасында, анашымнан да бәрін жазып күнделікті жазуым бар. Өзімде сабырлы болдым. Ата-енемен тұрам ғой. Енемен де Гүлмира деп бір-бірімізден мама деп мен де. Мамаңызбен жақсы болдыңыз ба уже? Жақсы болдым. Жан-жақтан ақшада келе қалады да өзімнің. Бір жаққа болмай қалса, өзінен өз кәсіпке түсе қалады. Сөнген бір нем болмай тұрса, жолым ашылып кетеді. Сөнген өзім ішімнен Құралай ханымға, Аллаға тәуба, ризашылығымды білдіремін. Шүкіршілігімді білдіремін. Өте ризамын. Сізге бәрі жақсылықты тілеймін осы өмірдегі. Немерелеріңізді міне Шерхан мен Қасымханның өсіп келе жатқан немерелеріңіздің тойында отырыңыз. Осындай менің жолымды ашып, дәулетті ханымға айналғаныма. Сіздерге де жұғысты болсын. Рахмет. Сіздің жолыңызды бізге берсін. Енді мен де ойымда міне ағылшын тілін үйреніп жатырмын. Міне уже 110 мың теңге төлеп, уже жартысын, уже қанша 6 сабағын өттім. Ағылшын тілінде енді 3 айда тез үйретіп береміз деп отыр. Осы жердегі сіздің өзіңізге қарай, өзіңізді изучать етіп бастағаныңыздан бастап өзгерістер болды ғой. Ақша жағынан да, отношения жағынан да, женственность жағынан да, ең бірінші өзіңізден бастағаннан кейін өзгеріс болды. Біз жүреміз ғана байды өзгерткіміз келеді, баланы өзгерткіміз келеді, ата-енені өзгерткіміз, подружканы, бастығымызды өзгерткіміз келеді. Самом деле оның барлығының кілті өзімізде жатыр да. Өзімізді өзгертіп тану керекпіз бірінші. Дұрыс айтасыз, иә. Ең бірінші ағылшын тілін үйренген кезде 5 сабағын өттік қой. Енді келесі 2 айда жаңағы 1 айдан кейін не болады, Zoom программасымен өтеміз. Осы ағылшын тілін өткеннен кейін сертификат беріледі. Енді ол да бар менде. Және де психологияның осы нені бітірген соң ол да сертификатты алғым келеді. Енді армандар көп, армандар орындалады. Өз-өзіңе психолог болға сертификат береміз. 3 күндігіне емес, егер соны ары қарай жалғастырам дегендерге, мен ары қарай 3 күнмен тоқтап қалмайын, ары қарай жалғасамыз 2,5-3 айға дейін сертификат береміз соған. Психологтар үшін таптырмайтын курс болайын деп тұр ғой. Тек қана психологтарымыз жай адамдарға да ауадай қажет дүние. Қажет екен, ризамыз. Өткен енді ары қарай алгоритм несіне курсына да қатысу менің ойым бар. Ары қарай енді жоғары жаққа қарай деңгейге жоғарылата беремін. Енді сіздің арқаңыздан қалыспаймын. Сізде расстановка болды ғой. Расстановка жасадым ғой. Расстановка мощный ғой, бәрін орнына қояды. Өте мощный техника. Енді оны сөзбен айтып жеткізетін нәрсе емес ол. Орынмен и қалай сразу қалай тапқаныңызды да мен өзім таңғалдым. Я в шоке. Я до сих пор в шоке. Қалай ханым, секірші ма деп қалдың ба? Да. Ризамын сізге. Естіп құлпырып жүре беріңіз. Ауырмаңыз, жазылғаныңызға өте қуаныштымын. Ең басты амандылық, денсаулық тілеймін.
мына сізді 350 адамдай қатып қалды ау. көпшілерге де осы қыздарға да Құралай ханымның жолын берсін. Өйстіп құлпырып сіздің артыңыздан қазақтың қыздары ілесіп жүре берсін. Аманшылық болайық. Но енді марафонға қатысқандарыңызға өкінбейсіздер. Мен ешқандай өкінбеймін. Мен Құралай ханымды кездестіргеніме де, осылай марафонға қатысқаныма да ризамын. Рахмет жан. Ризамын, сізді жақсы көремін. Бүгін бітіп жатқан бәріңіз. марафонға қатысып едіңіз, Дәулет ханымға. Иә. Шолпан ханымға ризамын. Осылай жаным сол дегенге бір сөзіне де, жаным сол деген кезде көңілім, менің жүрегім бәрі жібіп кетіп риза боламын. Өз-өзіңе психолог болды да Шолпан болады кураторларыңыз. Жақсы болды. Ризамын сізге де, барлықтарыңызға да. Банка техникасы өте күшті техника екен. Көп техникаларды мен қолданып жатырмын. Холодильникті ашсам да, шәугімді ашсам да, көп техниканы қолданып жатырмын. Ризамын сізге. Рахмет жан. Құралай ханым сізге ұқсайды екен, сөйлегені, күлгені бәрі дейді. Гүлмира сізді мен тыңдап копировать етіп. Сізге ұқсап бара жатырмын, айтып тұрмын ғой. Сіздің артыңыздан қалмаймын енді. Ой, керемет. Қуаныштымын. Ризамын, өміріме ризамын мен. Аллаға шүкір. Психологияға бостан-босқа адам келмейді. Сіз уже өзіңіз танып бастадыңыз. Кім білсін, может, психолог болып кетесіз, мен техникаларымды үйреніп. Аумин, айтқаныңыз келсін. Аллаға шүкір, осылай 3 баламды аман есен, қарым-қатынасымыз да дұрыс, бір түсініп, балаларда мына атасына көмектесіп жатыр, әжесіне көмектесіп жатыр, әкесіне көмектесіп жатыр. Қыз да ана деп жүгіріп көмектесіп жатыр. Сізге ризамын. Бәрі жақсы болады, алдындағы өмірім менің, бәрі денсаулығым да мықты болады деп сенімдемін. Өзіме, мына түйсігіме қондырып алдым бәрін. Алдағы планды орнатып қойдым. Рахмет жан. Сізге Аллаға рахмет. Рахмет. Алтыным сол. Аманшылықта кездесейік. Сізге ризамын. Көргеніме ризамын. Мен де қуанып қалдым. Есіме түстіңіз сіз. Иә, есіме түстіңіз расстановкаға келгеніңіз. Рахмет жан. Аман болыңыз. Енді өз-өзіңе психолог бол курсында кездескенше. Аумин, барамын, кездесемін. Қатысам бәрі. Алла қаласа. Аманшылықта кездесейік. Сау болыңыз. Сіз өшіріңізші, менде өшіретін функция жоқ. Қайсыны өшірем? Тура четінде X тұратын баса саласыз. Аха, сау болыңыз. Ал достар, қараңыздар, Гүлмира маған деген 2 рет расстановкаға келген. Одан кейінгі сабақтарымды қалдырмай алып жүр. Өзін зерттеп, өзін танып, бүкіл өмірінде өзгешелік болған. Сіздер де не қылып отырсыз? Тұрыңыз да қатысыңыз менің өз-өзіңе психолог бол курсыма. Бұл курстың жалғасы бар. Негізі алғашқы 3 күнді сіздерге өткізіп отырғаным, сіздер именно соның мощный екенін білгендеріңізді қалаймын да. Бұл кімдер үшін? Бұл курс кімдер үшін? Психологтар үшін таптырмайтын техникалар беріледі. Психолог еместер үшін мүмкін, кім білсін, өзіңізді өмірден таба алмай жүрсеңіз, мүмкін психолог болып кетесіз. Ол үшін де қатыссаңыз болады. Психолог емес, мен психолог болмаймын да, мен психологтың менде дипломы жоқ дегендерде қатыссаңыздар болады. Отношенияны жөндеу үшін, күйеумен, баламен, енемен, жаңа бизнесіңізді бастау үшін, ақша потогыңызды ашу үшін, конце концов өзіңізге не керек екенін түсіну үшін керек. 3 күндік сабақ, мен қазір сіздерге жазып қояйын реквизиттерді. Каспи 3 күндік сағат 3-і, 4-і, 5-і болады. 8-707, 555, 73, 63. Чекті талшынға жібересіздер. 8-778, 934, 90-08. Чекті осыған жібереміз. Ал енді сертификат психолог еместерге беріле ма дейсіздер? Беріледі. Мен өзімнің Кайдзен академиямның сертификатын беремін. Сіздер білесіздер ма? Мен осы мұғалім кезімде менің сыныбымда 3-пен оқитын бала болмайтын. Сонда бәрі таңғалатын. Ол неден деп? Мен өйткені сабақ оқытудың құпиясын білем да. Баланың жүрегіне жол табудың құпиясын білем.
Дәл сол сияқты менің консультацияма келген адамдарда жаңағы нәтиже болмауы мүмкін емес та. Неге? Өйткені мен о психологияның құпия фишкаларын білем, мен соны соларға қолданам. Дәл сол сияқты сол құпия фишкаларды өздеріңізге қолдануға мен берейін деп отырмын. Небәрі 3-ақ мың теңгеге. Ары қарай глубоко тексерем, зерттеймін ары қарай. Мен осы психологияны ары қаратай зерттеймін, ары қаратай қатысам десеңіз, ары қаратай содан кейін видно болады. Алдымен мына сабаққа қатысып алыңыздар. 2990 теңге. 3 күн болады. Сонда 3 күнге бөлетін болсаң, даже 1000 теңгеден де айналмайды ғой. 1000 теңгеден де айналмайды. Сіз деген 1000 теңгені таксиге бір-ақ рет отырасыз, баратын жеріңізге барасыз, қайтамай қаласыз. Ал мен сізге бүкіл өміріңізге, балаңызға, байыңызға бүкіл жағдайды жасап, жан жағыңызды бүйтіп деген берекеге бөліп отыратын керемет техникаларды сізге 3-ақ мың теңгеге берейін деп отырмын. 9008 Талшынның номері, иә қыздар. Ал қыздар, Дәулет ханым курсы тағы да құттықтаймын аяқталуымен барлықтарыңызды. Тағы кім өзінің нәтижесімен бөліскісі келеді? Қыздар, тек қана қазір тіркеліңіздер, ертең қымбаттатып жіберем. Сағындым сізді дейді. Расстановка 150 000 теңге. Мен енді консультацияда беріп жүрген фишкаларымды берем. Ал расстановканың онлайн беруге болатын техникаларын беруге болады. Мен сізбін дейді, диплом аламын дейді. Сертификат берем, диплом емес, сертификат. Бұл курсқа психологтар, мысалы психологтар не үшін қатысу керек? Психологтар психологияның несін дипломын алып алады да, бір жерге барып жұмыс істейін десе, үйреткен теорияны қалай қолданарын білмей отырады. Өздеріңіз білесіздер ғой, мектептің психологтары, емхананың психологтары, алдына барсаң, өкімет ақша төлеп отыр, бесплатный болғаннан кейін, барсаң тура біз сияқты жұмыс жасай алмайды. Неге? Өйткені оларда фишка жоқ, оларда техника жоқ, оларда практика жоқ. Ал енді соны қолында дипломың тұрса, істеп жүрген жеріңде высший, прям саған деген даже платный консультацияға келгісі кеп кететіндей қылып адамдарды өзіңе тартқың келсе, пожалуйста, осы курстан қалмаңыз. Тағы кім? Сіздің күлкіңіз қандай қатты ұнайды дейді. Жаным, өзіме де ұнайды күлкім. Сол күлкім де шықпай қалды ғой, дауысым шықпай. Ертең салсақ бола ма? Біз енді бастап жатырмыз дейді. Арзу қайда дейді. Арзу жұмыс істемегелі қанша болды? Жаздай жұмыс істеген жоқ қой Арзу. Кішкене сырқаттанып кетті да, содан енді бос орын босқа тұрмайды, қыздарды алдық. Кім шығады, кім шығады? Сәлематсыз ба? Сіз ба? Қалайсыз? Жақсы. Мен атым Рыс. Мен Ақтау қаладанмын. Қайдан? Ақтау қаладан. Ақтаудан. Қуаныштымыз. Иә. Қалай ханым, біріншіден сіздің денсаулығыңыз жақсы болып кетсін. Рахмет жаным, әмин. Осы алған нәтижеммен бөлісейін деп едім. Мен өте сіздің айтқан техниканың бәрін жасап жүрмін. Маған өзіме қатты ұнаған банка техникасы. Шынымды айтайын, соны жасағаннан кейін мен бір точка, бір успокоение деп болады ғой адамда. Келдім. Бірақ енді алға зерттей берсек, көп әлі өзіме жұмыс жасау керекпін. Сіз маған қатты ұнайсыз. Сіздің айтқан сөздеріңіз, сіз түсіндірген, өзіңіз тематиканы түсіндіргенде адам түсінбей қоймайды. Өте күшті. Мақсатым сізбен кездесу. Расстановка деген нәрсе өте дұрыс деп ойлаймын. Сондықтан қалайда сізбен мақсат менде жоспарлар. Жеті атаның энергетикасымен жұмыс жасау ғой расстановка. Сіз сияқты адам өте аз. Сіз өте жақсы түсіндіресіңіз. Өзіңізге түсінікті. Және де техника өте оңай жасағанда. Тек ниеттеніп жасау керек. Мен соны түсіндім. Сіздің оқуыңыз адамға жеткізу өте оңай. Мен ойлаймын,
әйелдерге де айтып жатырмын, қыздарыма да айтып жатырмын, достарыма да айтып жатырмын. Осындай психолог, они единицы, которые объясняют доступно, понятно и действительно эффективно. На вашем языке, да? На моем языке, да. Көмекшілеріңізге де мыңдап, сізге мыңдап рахмет айтамын. Сіздің көмекшілеріңізге мыңдап рахмет айтамын. Шолпан ханымға с пониманием курсты, помимо того, что түсіндіріп айтқанға, олар еще с пониманием, понимаете, түсіндіріп, адамға қалай да жеткізу мақсаттармен. Мен ойлаймын, сіз сияқты психолог единицы в Казахстане, поэтому сіз сияқты психологты біз міндетпіз, оқу керекпіз. Мен жасым келді, 54-ке келсем де, оказывается, мен көп затты білмейді екенмін. И мен мақсатым қазір қыз в эфире, которая была до меня, айтты ғой, гармония, в первую очередь, гармония в отношениях, гармония в семье. Менің өсіп келе жатырған немерелерім жақсы болсын деймін. Балам жақсы болсын деймін. Естественно, бизнес ашу керек, дальше, продвигать. Соның бәріне сізден мен ойладым, сізді наставник деп таңдадым, да? И сіз не только наставник и по жизни, и духовный наставниксіңіз. Рахмет сізге. Біріншіден Аллаға мыңдап рахмет. Екіншіден сіз сияқты адамдар біздің Қазақстанда аз көп болсын деймін. Алға Қазақстан, сіздің артыңызда енді қалмаймыз, оқимыз. Рахмет жаным. Жүреміз. Рахмет сізге. Денің сау болсын. 28 күн бойы қандай өзіңізде қандай нәтиже болды? Нәтиже айтыңызшы, фактымен. Мен түсінем былай, өзімді танып бастадым. Конечно, еңбек әлі көп жасау керек. Көп жасау керек. Мен соны түсіндім. Бірақ соны қолға алып, именно, как вы говорите, поэтапно бәрін жасау керек. Құралай ханым, жаңа сіздердің группаларыңызды бүйтіп бір шолып шыққанда, сіздерде бір қыз жазып қойыпты. Кім еді аты, қазір мен көрейінші. Бүйтіп жазып қойыпты. Қазір айтам. Бүйтеді. 18 жылдан бері өзімді өзгертем деп жұмыс жасап жүрмін дейді. Қанша кітап оқыдым, бірақ еш техника жасамадым дейді. Біз техникалар береміз ғой. Тапсырма орындамадым, результат онша болмады. Өзгерем деп арзан ауыз айта береді екен. Осы курста бел шешіп, кірісіп, техникаларды жасап, өзімен жұмыс жасап бастап едім. Нәтиже керемет деп жазып қойыпты. Минура деген қыз жазыпты, сіздердің группаластарыңыз. Арзан аузымыз айта береді. Просто нәтиже болу үшін айтқан нәрсені орындау керек қой. Өзімен жұмыс жасауың керексің. Өте дұрыс, Құралай ханым. Сіздің техника, особенно банка техника деген қатты мен әсер етті. Мен как будто бір ішімнен бірдеме шығып отырғандай болды да. Әлі, конечно, маған әлі көп жұмыс жасау керек. Өзімнің гармония келуге, өзімді тануға, өзімді настить свое призвание деген бар ғой енді. Да, соған келу керекпін. Рахмет сізге, көп затқа көзімді аштыңыз. И это было очень доступной форме, понятной форме. И мен ойлаймын, с этого момента, осы курста өткелі, я уже начала, наверное, какой-то новый этап моей жизни, да. Точка отсчета деп айтады ғой енді. Точка отсчета. Біліміз көрсін, сіздің артыңыздан ере берейік. Сіз өте, мен өзім сөзбен жеткізе алмаймын. Но действительно, талай кітапты оқыдық, талай психологтармен де сөйлестік. Но есть, наверное, такие наставники, которые айтқан сөздері именно западают в душу. Вот соның сіз мысалы айтқан сөздеріңіз, жасаған, берген біліміңіз, ол өте терең, қарапайым сөзбенен айтып, и білімді терең бересіңіз. Осындай мен нәтижеге келдім. И соны жасаймын. Рахмет сізге. Мың рахмет. Сол мықты психологтан сіздер сияқты мықты адамдар соны ала алады ғой. Ал менің деңгейіме жете алмайтындар, ой, не айтып жатыр дейді, 3000 теңгесін жилет етеді, ары қарай бұрылып кете береді, инстаграм жаба салады да. Вот сіз мықты болғаннан кейін сол мықты адамнан алып жатырсыз да, білімді алып жатырсыз. Сіз сияқты мықты адамдар, біз сияқты мықты адамдардан білім алады. Керемет, ризамын сізге. Күшті. Өміріңіз өзгере берсін. Мен сіздің бақыт тілеймін, дәулет тілеймін, қуаныш тілеймін. Беріп жатырған білімім. Кездескенше, курста кездескенше. Біліміңіз өте мықты, өте мықты. Оно не стоит таких денег.
Оно стоит много денег, больших денег. Рахмет сізге. Сіздерге миллион есе болып қайтады ол. Титтай ғана төлеген ақшаларыңыз миллион есе болып қайтады. Өшіре қойыңызшы. Рахмет сізге, Рыз ханым. Ортасында X тұрады. Рахмет. Иногда прерывается. Кездескенше обязательно келеміз. Мына жерде эфирді сіз өшірсеңіз, мына жерде X тұрады, чет жағында. Мен сізбін. Тек босап жылай берем, не үшін айтасыз ба дейді. Сіздің ішкі жан дүниеңізде керек емес эмоциялар тұнып тұр. Болады ғой қыздар, мен жаңа ғана соны ойлап едім. Адамдар бірден келіп бүйтіп айтып қалсаң, уже көзіне іркілдеп жас келеді. Ана неге ондай емес деп қалса енелері, немесе күйеуі, немесе бір жақын адамы, қойшы уақытым жоқ деп қалса, көзіне іркілдеп жас келіп, бұлбұлдай жанып көзі лап-лап етіп, мына жерге деген тамшылар тамып, сөйтіп кететін адамдар болады. Бұлар именно осы адамдар, мына курстан қалмаңыздаршы, именно сіздің өмірдегі титтей жете алмай қалған жетістігіңіз үшін жылағыңыз кеп, қапаланып, жан дүниеңіз аласұрып, мысалы жүріп жүрген жігітіңіз сөйлеспей қойса, звондамай қалса, не болып қалды деп переживать етіп, күйеуің бір жаққа кетіп, телефонды көтермей қойса трубкасын, жан таласып, бірдеңке ұрынып қалды ма, жоқ бір қатындармен жүрма деп, сондай бір арам ойлармен алпарысатын адамдар обязательно қатысыңыздар. Жаман ой кімді мазалайды? Обязательно 3,000 теңге қыздар, 3-і, 4-і, 5-і, 3 күндік, бақандай 3 күндік, 3 миллионның білімін сіздер 2990 теңгеге аласыздар. Қандай курс? Өз-өзіңе психолог бол курсы. Өз-өзіңе психолог бол деп айтуға да болады. Бұның аты керемет енді. Одан кейін өзіңді таны деп айтуға да болады. Немесе психологияның фишкалары мен техникалары, практикалары деп айтуға болады. Бәрі де жарасады бұл курсқа. Тағы кім шығады эфирге? Ал мен шығам деген қыздардың бәрін четінен қосып жатырмын. Жандарым сол, қандай курс дейді. Қайырлы білім болсын. Бүгін төлем жасаған қыздарға сіздерге ақша потогын ашу сабағын тегін берем. Тек қана бүгін жасағандарға. Сәлематсыз ба? Таным, қалыңыз қалай? Жақсы жаным. Мен сізбін. Қай қаладан? Мен Алматыданмын. Бір рет сізбен прямойға бір ойда жоқта шығып қалдым ғой, есіңізде болса. Аха. Я. Сіздің курстарыңызды, тегін курстарыңызды көріп жүрген болатын деп едім ғой. Аха. Содан кейін Дәулетті ханым курсын сатып алдым. Бүгін Дәулетті ханым курсын аяқтап жатырмыз. Мына курсанттар, молодцы. 28 күн продержались, да? Қуаныштымын сізді көруге асығып, бүгін сондай сіз айтпақшы, махаббатпен шығам дедіңіз ғой, сол сияқты махаббатпен шықты. Қалыңыз қалай, денсаулығыңыз қалай? Жақсы. Ну как, нәтиже қалай Дәулет ханым курсынан? Нәтиже күшті. Айтып, жеткізе алмаймын енді. Сізге ризамын. Осындай адам өзінің бір қалауы болады ғой. Жаңа ішкі гармония деп жатсыздар ғой, бағана тыңдап отырмын. Ішкі отбасылық гармония деген нәрсе бізде жоқ болатын. Соны қалап, осындай бір курстарға қатысып, алғашқысында Тұрсынбаеваның курсына да қатысқанмен. Бірақ сонда жан дүниемде ешқандай бір өзіме деген бір не болмапты. Шыны керек, сіз психолог екенсіз, сіздің айтқан сөздеріңізден қазір мен керемет нәтиже, даже бір айтқан сөзіңіздің өзі мен үшін нәтиже болды. Күшті, керемет болып отырмын мен. Енді деп мақтан кеткен. Сондай гармония бізде 26 жыл өтілім бар ғой деп. Алла сізді, сол Алла қалауынан сізді Алла маған жіберіп отыр ғой деп түсінем да қазір. Өте қуаныштымын. Қуаныштан да жылағым келіп отыр. Жаңа кісі, осының алдында кісі сұрақ қойды ғой сізге. Неге бір нәрсе айтса жылағым келеді деп. Вот мен қуаныштан да, сондай нәрседен де жылаймын.
әсіресе қуаныштан жылаймын, жүрегім қатты бүйтіп қуанып қобалжимын ба, сондай нәрседен жылаймын. Қазір сізді көріп прямо соның өзіне жылағым келіп отыр мен. қуанып отырсыз. Менде нәтиже жақсы, ертеңгі сіздің сол мен енді өз өзіңе психолог бол деген курсыңызды мен о баста алғым келіп жүрген. Алла қаласа міне соған да уже жетіп жатырмын Алланың қалауымен. Сізге рахмет. Мына курста болған Шолпан ханымға өте ризамын. Сосын сол жерден курста біз дос таптым ғой мен. Осы Алматыдамын деп едім ғой сізге. Марал ханым эфирда отырса, сәлем, Марал ханыммен бірге жолығып Алматыда. Біраз әңгімелесіп, бір-бірімізге деген ішкі жан дүниемізді ақтарып, біраз сөйлестік. Енді айтуға сөзім жоқ. Скоро ұшамыз. Бір толқындағы адамсыздар ғой. Мысалы, курсқа қатысқан кезде өздеріңізге дос табасыздар. Ол ана 40 жыл бірге келатқан подружкадан да мықты болады. Өйткені бір толқындасыздар. Принциптеріңіз бір, қалауларыңыз бір, өзімен жұмыс жасап атқан, өзін іздеп жүрген, өзін табуға әрекеттеніп жүрген, өзін түсінуге амал жасап жүрген адамдарсыздар да. Иә, дұрыс айтасыз. Сол бір волнадағы адамдар екенбіз. Бір-бірімізді түсініп, керемет енді күшті әсерде болдым. Мен Марал ханыммен бірінші рет кездескенде. Сізбен отырғандай отырып сөйлестім ғой. Марал жазып жатыр, отырмын Гүлназ деп. Жүректеріңіз бір болып кеткен. Қалай Марал ханым? Керемет. Сол керемет, подтверждение дегенде айтуға сөзім жоқ. Кіші мақсаттардың бәрі орындалып жатыр. Подтверждениелер айтыңызшы. Кіші мақсаттарымның бәрі орындалып жатыр, Аллаға шүкір. Енді менде. Иә, менде мынандай мелкий андай займдар болатын еді ғой. Займ кредиттер болатын. Соларымды жаптым, Аллаға шүкір. Ең бірінші. Ең бастысы, иә. Аллаға ғана қарыз болуымыз керек. Сол енді қалғандары күнделікті орындалып жатыр. Жаңағы ақша потогым ашылды деген мен енді оны даже бар ғой, фоткамды айтыңыз ғой. Не нәрсені ашса да мен уже сол аузым қалыптасып кетті, уже соны айтатын болдым. Шынымен де бір қиналып көрген жоқпын да осы уақытқа шейін. Сәл етеу ішінде Каспий голдта ақша болмай қалса, ана жақтан әйтеуір бір жерден біреу қарызымды бере қалады. Бір нәрсе сондай бір нелер болып жатыр. Сыйлықтар, бір нәрсе солай жатыр да. Сондай болып жатса, бірінші очередь сізді ойлаймын ғой, ма, Құралай ханым. Құралай ханымның айтқаны тура келіп жатыр ғой деп. Ана жан-жағыма айтамын ғой, осындай мен енді курсқа қатысып, психологияға. Сонда айтады ғой, жаңа кісі айтып жатыр. Мен білем дейді ғой, көп кітап оқыды осы күнге дейін. Психологияны мен 5-ке білем деп айтатындар бар. Кітаптың мен майын ішкем деп. Бірақ действительно жаңағындай да келгенде ешқандай техниканы орындамаса одан нәтиже көрмейтініне мен де көзім жетті. Өйткені өзімде кітап оқымайды емес, кітап оқисыз ғой, бірақ соны мына жақтан жаңағы оқып жатқан кітабымыз ертесіне сол қайталап бере алмаймыз ғой. Оқыған кітабымызда не нәрсе оқығанымызды оқып бере алмаймыз. Потому что жаңа техника көмектесетін көзім жетті. Нақты техника бар да сізде. Иә, нақты техника. Ол оңай әрі орындауға ыңғайлы ғой. Ыңғайлы. Техникаларым. Картошка техникасын ой керемет, оны елдер картошканы көтеріп жүрсем күледі ғой, не көтеріп жүрсің сен деп, мынау не деп айтпайын деп. Оны көтеріп жіберіп жаңағы артына қарама дегенде артыма қарамадым, бірақ ойладым да, енді менің ешқандай өкпем жоқ қой деп. Бірақ тура сондай келгенде кейде бір енді өкпе реніш басқа адамға болмайды, бір енді қасында өзім жан-жағымда жүргендер ренжіп қаламын деп. Не үшін ренжеймін мен, бірақ ренжитін нәрсе жоқ қой менде деп өзіммен тағы қайталамын. Ол картон техникасынан өткеннен кейін адамдар ешкімге ренжімейтін болады негізі. Вот реніштің... Сол ренжеймін десем де уже ренжитін...
2,5 грамм жанымызға сол картоп сияқты зілдей ренішті салып қойғанымызды уже түсінген кезде уже жаныңның үлбіреген ана үкінің несі үлпілдегі сияқты екенін сезінген кезде уже ол жан дүниеңе ауыр нәрсе ауыртпашылық салғың келмейді автоматически. Иә. Күшті енді. Алла қаласа ертең емес күні дедіңіз ғой. Өзіңе өзің психолог бол деген курсыңызды ең бірінші соған қуандым. Сосын армандар алгоритмін алғым келген. Бірақ оған да скидка жасап жатыр. Сізге Алла разы болсын. Оны да аламын. Дәулетханға қатысқандарға ғана. Иә, сізбен біргемін. Мен сізбін жаным. Мен сізбін. Дәулетханым болыңыз. Менің жолымды берсін, немерелі болыңыз, келінді болыңыз. Ең бастысы өзіңді тануда талмайтын қанат берсін Аллам. Сенімпаздық берсін. Орта жолда сдаваться етпеңіздер. Барлықтарыңыз жақсы көрем. До конца менімен бірге болсаңыздар. Мен де сөйтім. Өшіре қойыңыз. Қоштаспаймыз. Дәулетхан, ой, өз-өзіңе психолог бол да кездесеміз. Қоштаспаймыз. Рахмет, сау болыңыз. Алла разы болсын сізге. Рахмет жаным. Нәтижесінде X болады. Ал қыздар, осы жерде отырған барлықтарыңызға кім 2990 теңге мына көрсетілген Каспиге өз-өзіңе психолог бол курс несіне 3 күндік сабағына, онлайн сабағына оплата жасайды, тек қана бүгін түнгі 12-ге дейін соларға ақша потогын ашу керемет сабағын сыйлыққа береміз. Көмекшім сіздерге бірден жіберіп береді. Эфирге ризасыздар ма? Сұрақтарыңызға жауап алдыңыздар ма? 3 күндік онлайн сабақ өз-өзіңе психолог бол сабағы 2990 теңге. Ол болған, мен салдым дейді. Ал мен көрейін мына жерден қанша адам салды екен? Әлі салатындарыңыз салыңыздар. Ақша потогын ашу сабағынан бөлек өзімнің атымнан тағы да бір сыйлық сыйлау жіберейін. Бірінші жеңімпазды анықтаймыз, содан сыйлықтың не екенін айтам. Уақыт керек па? Салып болдыңыздар ма? Орындарыңызды брондауларыңызға болады. Ертең бұл баға болмайды қыздар. Дәл қазір 2990 теңгеге 3 күнге саласыздар. Өз-өзіңе психолог бол сабағы. Ризамыз дейді. Өз-өзіңізге психолог бол сабағы 3 күндік Каспи 877555-7363, чек 8778-934-90-08-ге 2990 теңге. Қалай тіркелеміз? Каспиге салғаннан кейін көмекшіме чектеріңізді скрин жасап жібересіздер. Көмекшім қосады сіздерді. Жабық инстаграмда болады. Қыздар ана наворочный ғып, ойбай, гет курста, анандай жерде, мынандай жерде деп өткізуге болатын еді. Бірақ сіздерге оңай болсыншы деп жабық аккаунтта инстаграмды өткізем. Народный банк бар. Көмекшіме хабарлассаңыздар, Народный банктың номерін жібереді. Қай уақытта болады? Түстен кейінгі уақытта болады. 3 күн. Өте кешке қалмаймыз. Себебі, қалай айтсам екен, бұл енді кәдімгідей сертификат алуға жолдама беретін 3 күндік сабақ. Одан ары қарай глубоко оқығандарға мен сертификат берем. Өзімнің сертификатымды, Кайдзен академиясының сертификатын берем. Болдық па қыздар? Болсақ ендеше бір адамға керемет сыйлық сыйлаймын. Білесіздер ма, кімге сыйлаймын? Ең бірінші салған адамға сыйлаймын. Және жарайды бетейік. Ең біріншісіне, ортасындағы ең соңғысына сыйлайын. Қазір мен ең біріншісін табайын. Сағат 9-да шықтым ба эфирге? Салып үлгеріңіздер. Ең біріншісін кім салды екен? Ең біріншісін. Вот. Ең біріншісін Самара С деген қыз салыпты. 20:39-да.
Сіз жеңімпазсыз. Құттықтаймын. Самара. Салып үлгеріңіздер, әлі салып жатырсыздар. Енді ортасынан біреуін, соңынан біреуін таңдаймын. Ортасынан біреу, соңынан біреуін таңдаймын. Әлі түсіп жатыр, салып үлгеріңіздер, жарайды. Күте тұрайын. Оға дейін сұрақтарыңызға. Прямой эфир күшті, қызығып кеттім дейді. Қыздар, сабақтарымыз күшті болғаннан кейін прямой эфир күшті болып отыр. Мен жаңа қыздар танымаймын да. Жаңа қыздар танымаймын да. Жаңа қыздарды білмеймін де, иә? Например, біреуі Гүлмира жеке консультацияға келген, ол қызды танып отырмын. Ал басқаларды вообще білмеймін. Олар шынымен де курстарыма қатысып, нәтиже көріп, өмірлері өзгеріп, сіздерге өздерінің эмоциясымен бөлісіп отыр да. Сабақ, не сабақ дейді? Өз-өзіңе психолог бол сабағы 3 күндік. Шолпан, молодец жаным. Осы жерде отырған Шолпан ханым, кураторларыңыз болады, өз-өзіңе психолог болды да 3 күн бойы. Бірінші рет қатысып тұрмын дейді, жаным сол Сара. 3000 теңгеге өз-өзіңе психолог бол сабағы. Не айтылады курста? Ешкімге айтпаған, осы уақытқа дейін ешқандай курсымда айтпаған фишкалармен бөлсем. Фишкалармен, техникалармен, практикалармен. Гаухар босанды ма дейді. Күтіп жүрміз Гаухардың босанғанын, Алла қаласа. Білесіздер ғой, қыз күтіп жүргенімді. Дұға тілеп қойыңыздар, дұғаларыңызға қосып қойыңыздар Гаухарымды. Марафон қашан болады? 3-і, 4-і, 5-і. Яғни осы аптаның жұма, сенбі, жексенбі күндері. Сабақ керемет дейді. Оқыған сайын оқи бергім келеді. Артынан төлесе бола ма? Жоқ, тек қана 1-ақ күн. 3000 теңгеден ертең көтеріледі баға. Мен де бірінші рет дейді. Керемет. Естіп тұрсыздар ғой, оплата түсіп жатыр. Соңын күтейін енді. Обал болмасын қыздарға. Ары қарай даму керекпін. Обязательно қыздар, бір жерде тоқтап қалмаңыздар. Судың өзі бір жерде тоқтаса сасиды. Энергияның өзі бір жерде тоқтаса сасиды. Энергия сасу дегенде ол ашуланшақ болады адам. Энергиясы бір жерде тоқтап қалса. Өздеріңіз бір күн жұмыс істемей, ештеңе істемей, құры валяться етіп жатыңызшы, үй жинамай, ашуланасыз ғой, жынданасыз, жан-жағыңды жеп қойғың келеді, үй шашылып жатыр, тамақ жасалмаған, кір жуылмаған, энергияңыз тоқтап қалды. Сасыды, ашуландыңыз. Сол сияқты адам тоқтап қалса болмайды. Біз тірі адамбыз ғой. Өлген балық емеспіз. Өлген балық болмаңыздар. Гаухардың аман есен жаны қалсын дейді. Рахмет жаным. Немереңізге есім дайындадыңыз ба? Жоқ әлі. Сіздерге сторис саламға, Алла қаласа, сіздер күшті қыздардың атын айтасыздар маған. Ал қыздар, кеттік. Ортасынан біреуін, соңынан біреуін. Керемет. Вот Гүлсім 21:01-де салған. Гүлсім. Қайда кетті? Гүлсім. Екінші жеңімпаз 21:01-де. Үшінші жеңімпаз. Қараңыздар, ең соңғы адам болады үшінші жеңімпаз. Ең соңғы адам. Кім болайын деп тұр екен? Ең соңғы адам. Салыңыздар, бол ең соңғысы. Әлі таңдаған жоқпын. Ең соңғысы. 10-ға дейін санайын. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ең соңғы салған Эльмира. Эльмира 21:06-да салды. Үшінші жеңімпаз. Бұл қыздарға мен өзімнің дәулетті ханым күнделігімді сыйға тартамын. Жеңімпаздар құтты болсын.
Қатты сағындым сізді дейді. Мен де. Бар ма жеңімпаздар? Мен сағындым дейді. Қыздар, ала қаласа 5-і, 3-і, 4-і, 5-і, 3 күн өз-өзіңе психолог бол сабағы. Кездескенше 3.000 теңгеден мүмкіндікті жіберіп алмаңыз. Ертең бұл баға болмайды. Төмендегі номерді скрин жасап алыңыздар. Сабақ 2990 теңге, 3 күнге. Сол өз-өзіңе психолог бол курсын ары қаратай жалғастырам, сложный қып өтем дегендерге сертификат берілетін болады болашақта. Мүмкіндікті жіберіп алмаңыздар. Біз уже 2990 теңгеден қатысқан адамдарды ғана қатыстырамыз ол сертификат беретін сабаққа. Өкініп қалмаңыздар. Құтты болсын дейді, құтты болсын, құтты болсын. Барлықтарыңызды жақсы көрем. Эфирді сақтап үлгерейін, қазір қатып қалуы мүмкін. Мен сізбін. Менің сезімдерім махаббатпен сезіледі. Менің сезімдерім махаббатпен сезіледі. Менің сезімдерім махаббатпен сезіледі. Менің айтқан сөздерім махаббатпен айтылады. Менің айтқан сөздерім махаббатпен айтылады. Менің айтқан сөздерім махаббатпен айтылады. Менің ойлаған ойларым махаббатпен ойланады. Менің ойлаған ойларым махаббатпен ойланады. Менің ойлаған ойларым махаббатпен ойланады. Менің алған білімім махаббатпен алынады. Менің алған білімім махаббатпен алынады. Менің алған білімім махаббатпен алынады. Менің жүректерім сол. Мен сізбін. Сіздерді жандай жақсы көрем. Барлықтарыңыздың беттеріңізден сүйдім. Аямай қысып құшақтадым. Мен сияқты мықты маманнан сіз сияқты мықты адам білім алады. Сіз, менсіз, мен сізбін. Қайырлы түн. Орын брондап қоюларыңызға болады. 1000 теңге, 500 теңге салып, орын брондап қоюларыңызға болады.